ойын барысында тез игеріп кеттік. Және келе бұл әрі өзінің ойынды шоғырландыруға, және әдеде болса өзінің бойындағы қасиеттерді ашуға, әдеде болса мақсатқа жетуде өзінде бір табандылық болсын, жігерлік болсын, мотивация береді ғой адамға. Сондай мотивация алдық деп ойлаймыз. Ойынның темпі бізге ұнады, оқушыларға тіпті ұнайды деп ойлаймыз. Әсіресе қандай мамандық иесі боламын деген сұрақ мазалап жүрген оқушылар, болашақ түлектер, солардың алдында өте жақсы бағыт-бағдар беретін жұмыс, ойын. Керемет, сізге рахмет. Шынымен де жалпы көңілге қалай шынымен де психолог болу деген өте күрделі жұмыс, оңай емес. Баланың жүрегіне жол табу деген ол енді психолог барлық мамандықтарға да керек мамандық. Өйткені мына осы біз көріп жатқан мамандықтардың барлығында да психологтың жұмысы өте маңызы зор деп ойлаймын. Эльмираға көп рахмет. Ізденіп, қаншама осындай керемет дүниелерді сіздердің барлықтарыңызға көрсетіп жатыр. Енді үйренетініміз мол. Мен де өзім психологпен бастағанмын, сондықтан маған өте жақын жұмыс. Ризамын. Біріншіден сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Группаластарымды, достарымды, таныстарымды көріп жатырмын. Өзім Арал ауданынан келдім. Екіншіден мына жұмысымыз өте былай айтқанда миға шабуыл болды, миды қозғап. Екіншіден сәйкестік бар. Адам қызығушылық танытса, сәйкестік табады. Ал әшейін былай ешқандай қызығушылық болмай ойнаса, бір нәтиже болмайтын сияқты. Сізге көп рахмет. Жалпы бүгінгі жаттығу өте жоғарғы деңгейде тамаша ұйымдастырылған ойын. Эльмираны білеміз, жан-жақты, ізденімпаз, креатив, барлық дүние, жаңаша дүниелер Эльмира жасап жатады, көрсетіп жатады. Рахмет көп. Енді мен барлығымыз мектепте психологпыз. Психологтың бізге осындай кісілер келеді ғой, енді консультация бар, барлық бағыттар бойынша жұмыс жасаймыз. Мен өзімді бір оқушы, еркін, тамаша көңіл күйде күшті болып, өзіміздің алдымызға келген оқушыға біз кеңес беру үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланамыз. Бұл да сол керемет әдіс-тәсілдердің бірі екен. Мектеп бітіруші түлектерге мамандық таңдау барысында, бала қандай мамандыққа барам, баланы бейімдеп жіберуге күшті мүмкіндік. Сосын жаңаша әріптесім айтып жатыр ғой, миға күшті шабуыл болды деп. Келген бетте жақсы көңіл күймен кірдік, одан кофе брейкке бардық. Сөйтіп отқан кезде қатысам ба, қатыспаймын ба деп не болады екен деп. Не болады екен деп. Сол менің ойымдағыдай вау деген дүние жаңашылдық болды. Үлкен рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Енді құрметті әріптестер, қатысып отқан ағайлар, қатысушылар, сіздердің пікірлеріңіз ойнаған бір бөлек та, ойнамаған бір бөлек. Әттең мен неге шықпадым деген іште болуы мүмкін. Себебі менің өзім бір жинаған кезде бірден моментте бұл оқи маған керек деді да, мен кәдімгі былай психологтың былай жаңа тақырыптың өзі бізде әдіс-тәсілді көрсету деп жазылған ғой маған семинардың тақырыбы. Сондықтан да мен басқаша нені әкелуді жөн көрдім. Одан бөлек біз енді трансформация қазір заман сондай ғой, барлығы өзгеруге бейім болып жатыр. Сондықтан да мен осы ойынды көрсетсем қалай болады деген, енді былай өзімнің іс тәжірибемді сіздерге бөлістім деген. Яғни бір жағынан өздеріңізді анықтадыңыз диагнозика, екінші жағынан кеңес алдыңыздар, ойын да ойнадыңыздар, жалпы санаңызды бір серпілтіп өзгертуге қадам жасадыңыздар деп ойдамын. Енді сіздердің кішкене кері байланыс алсам деп отыр, қатысушылар. Сіздер қалай түсіндіңіздер? Ойынға кіре салмай, ана кісіге жатқан кезде бірдеңе болып жатыр деп енді көрінбейді ғой, бір сондай не болды ма, кім айтқысы келеді? Надира, сіз енді әдіскерлесіз, не болсын меняться. Саламатсыздар ма барлықтарыңызға, бүгінгі ұйымдастырып жатқан қамқоршылардағы облыстық семинар жақсы керемет күйде басталды. Жақсы соңғы дейін мен бүгін Эльмира әріптесімізді жалпы мен 7-8 жылдан бері біргеміз, бірге жұмыс жасап келеміз. Біз мақсамаға ізденіп шығармашылық, креативдік деп аталып барлығы бойынан табылады. Бүгінгі жаңағы көрсетіп жатқан дүниесі мынау керемет дүние екен деп неге ана жерге бізде қатыспадық деген сияқты шынымен де ой болды. Енді уақыттық шығар, қатысқымыз келіп отыр. Енді ойымызда өткізбегеннен кейін оны әрі қарай сіңіріп алып кетудің өзі енді кішкене қиындау болады ғой.
ойымыздан өткізсек әрі қарай жұмыс жасауға да бір кішкене түрткі болады. Сол себептен бір жаңа идея, жаңа әдіс тәсілді көрдік. Рахмет көп. Алдағы уақытта да енді барлық жағынан көрініп жатыр ғой, облыстық деңгейде де, республика деңгейде де, енді халықаралық деңгейде өзіңнің бір мықты маман екеніңді дәлелдеп, әрі қарай шыңдала бер деймін. Рахмет көп.